Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы экологиялық мәдениет және тыйым сөздер. Сабақтың мақсаты мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты анықтау. Оқылым тапсырмасы, 7-ші тапсырма, мәтінді оқы. Табиғатқа қатысты тыйым сөздер. Тыйымсыз елдің жасы жүгенсіз деп айтылатын қазақ мәтелінің астарында қоғамдық практикалық тәжірибеден туған ой-тұжырым, яғни концепция бар. Тыйым сөздердің басым бөлігі ғаламдағы табиғат пен адамның қарым-қатынасына арналған. Ата-бабаларымыз табиғат сырын терең тануға құштар болды. Бұл халықтың өмір салтына, қимыл-қозғалыс әдебіне өзгеріс әкелді. Сөйтіп ізгілікті ортаның қалыптасуына қызмет етті. Табиғатқа қатысты тыйымдардың қатарына қоршаған ортаға, жануарлар дүниесіне, өсімдік әлеміне, аспан денелеріне қатысты әрекеттері мен сөздерін жатқызуға болады. Мысалы, жұлдызды санама, айға қарап қолыңды шошайтпа, көктемде жан-жануарға оқ атпа, көкті жұлма, күн шыққан соң ұйықтама, бейуақытта жатпа және тағы да басқалары. Сондай-ақ жылан демей, түйме бас дейтін, қасқыр демей, ит-құс, көкжал, бөрі деудің орнына ұлыма дейтін, арыстан демей, аң патшасы дейтін, бүркіт демей, құс төресі деген секілді сөздер де табиғатқа қатысты тыйымға жатады. Олардың атын тікелей атауға болмайды деген түсінік бар. Мұндай тыйым сөздер қазіргі лингвистикада, ғылым тілінде табу сөздер деп аталып жүр. Адам қоғамы табиғатқа бейімделу арқылы ғана өзгеріс жасай алады. Ал табиғат ешқашан адам қоғамына бейімделмейді. Кең далада мал баққан, қыран құс, құмай тазы ұстаған елдің өкілдері жер анаға зардап әкелмеген, даланың сұлулығына нұқсан келтірмеген. Аңның әрекеті мен құстың ұшуына қарап, табиғаттың құбылуына қатысты болжам жасаған. Осылайша, көшпелі елдің мәдениетінде дала заңы пайда болған. Оны еш жерде хаттап, арнайы жазбаса да, ұрпағына қалдырған. Табиғатпен арадағы ізгі қатынастың орнауына құрал етіп қолданған. Жалпы алғанда қазақтың дәстүрлі тыйымдарын адамға, қоғамға және табиғатқа қатысты топтастыруға болады. Әрбір тыйымның астарынан халық даналығы танылады. Тыйым сөздердің мән мағынасын жан-жақты түсінген адам үшін табиғаттың тылсым сыры ашылып, оның экожүйесін түсінуге жол ашылады. 8-ші тапсырма. Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты ажырат. Тыйым сөздердің жас ұрпақ тәрбиесіндегі маңызы туралы өз ойыңды дәлелдеп айт. Дескриптор кестесі. Мәтінді оқиды, түсінеді, 1 балл. Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтайды, 1 балл. Мәтіндегі қосымша ақпаратты анықтайды, 1 балл. Тыйым сөздердің жас ұрпақ тәрбиесіндегі маңызы туралы өз ойын жазады, 2 балл. Жазылым тапсырмасы. Диаграмманың екі жағына қатысты, табиғатқа қатысты мақал, мәтел мен тыйым сөздерді жаз. Ортасына өзіңнің тұжырымыңды жаз. Табиғатқа қатысты Вен диаграммасы. Мақал, мәтел және тыйым сөздер. Дескриптор кестесі. Мақал, мәтел жазады, 1 ұпай. Тыйым сөздерді жазады, 1 балл. Өз тұжырымын жазады, 2 балл. Жазу сауаттылығын сақтайды, 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.